Қайырлы күн достар, менің есімім Балжан. Бүгін сіздермен бір реттен шығатын панкейктің рецептімен бөлісемін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлық қажетті заттарды описанияға жазып қоямын. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Содан соң оның үстіне қантымызды салып, венчикпен біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстіне жылы сүтімізді құйып, тағы да араластырып аламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Араластырып болғаннан соң алдымен ситодағы ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Содан кейін барып ұнымызды ситодан өткізе отырып салып, венчикпен біркелкі болғанға дейін тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін барып, үстіне ерітілген сары майымызды құйып, тағы да біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Бізде панкейкіміздің қоюлығы осындай болып шығады. Қасықпен құя отырып, енді пісіріп аламыз. Енді дайын болған панкейктерімізді пісіріп аламыз. Табамыздың үсті бізде құрғақ болу керек. Астын жай қоя отырып, құрғақ табамызға 2 ас қасық панкейкімізді құйып, кезек-кезек пісіріп аламыз. Астыңғы беті піскен уақытында бізде осындай тесіктер пайда болады панкейктерімізде. Сол кезде келесі бетін аударып, пісіріп аламыз. Дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық панкейктерімізді пісіріп аламыз. Мен сіздерге тағы біреуін көрсетейін. Мінекей 2 қасық құйып алдық. Осындай түйіршіктер бізде тесіктер пайда болды. Енді келесі бетін аударып, келесі бетін де дәл солай пісіріп аламыз. Осымен біздің панкейктеріміз дайын. Көп уақытта алмайды, 10-15 минутта дайын болады. Мен сіздерге ортасын көрсетейін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын.